20 ғасырдағы қазақтың бетке ұстар ағартушылары неге қазақ қыздарын жар етпеді? Орыс татар қыздарын алу сән болды ма, әлде басқа біз білмейтін саясат ықпал етті ме? Сонымен өзге ұлттан ұрпағын өрбіткендер кімдер? Қазақ еліне Совет үкіметі тарапынан жасалған жойқын зұлмат құрбандарының бірі болған көрнекті қазақ жазушысы Жүсіпбек Аймауытов неге қатарынан орыс қыздарына үйленді? Жүсіпбек Аймауытов туралы деректерге сүйенсек, жазушы өмірінде 2 рет отбасын құрған. Екеуінде де Вера Николай қызы, Евгения Кирилл қызы есімді орыс қыздарына үйленген. Екінші рет үйленуі алғашқы некесіндегі жолдасының ерте қайтыс болуына байланысты және артында қалған Бектұр, Жанақ есімді 2 ұлға қарайласатын әйел адамның қажеттігінен туындаған. Евгенияның әкесі қазақ Қарабатыр болса, анасы орыс Александра болған екен. Жазушының бұл некесінде 2 қызы болған. Екінші әйелінің түрі ұсқынсыздау болыпты. Мұны Сәбит Мұханов та байқап, орыс қызын Жүсіпбекке лайық көрмеген екен. Тіпті осы туралы жазушыдан сұрап бағады. Сонда жазушы жарын мінсіз тәнімен өзіне күтім жасай білетіндігі үшін сүйетінін айтқан екен. Кезекті кеңес үкіметі кезінде Түркістан автономиясының басшысы болған Мұстафа Шоқайдың орыс қызы Марияны неліктен таңдағанына тоқталсақ. Мұстафа Шоқай өзі құруына белсене араласқан, басшысы да болған Түркістан автономиясын кеңес үкіметі құлатып, Қоқанды жермен жексен еткен соң бас сауғалап, Ферғана тауларын аралап, талай тағдырды бастан кешіріп Ташкентке оралады. Өзіне қиын қыстау кезеңде сүйеніш болатын адам іздейді. Таңдау 1916 жылдан танитын, бірақ арада өткен бірер жылда кездесе қоймаған Мария Гаринаға түседі. Мария Мұстафа Шоқайға тұрмысқа шыққаннан кейін христиан дінінен бас тартып, мұсылмандықты қабылдайды. Сол сәттен бастап өз басын Мұстафа Шоқайдың жолында құрбан етуге де дайын болды. Мұстафаның басына 1000 рубль бәйге тігіліп, кеңес үкіметі іздестіру шараларын жүргізіп жатқанда, өзінің басына келетін қауіп-қатерді елемей, Ташкенттен қашуына көмектесті. Мұстафаға әскери киім кигізіп, ауыр жаралыға ұқсатып, бет-аузын таңып, оны оңайлықпен адам танымайтындай етіп, жолға дайындап, Ташкенттен құтылуына көмектеседі. Францияда тұрғанда да өзінің опералық қызметін жасап, Мұстафаға қолдау білдіреді. Өлгеннен кейін де Мұстафа деп келгеннің бетін қақпады. Егер сол кезеңде Мұстафаның таңдауы қазақ қызына түссе, Мұстафаның басын осылайша арашалар ма еді? Мүмкін Мұстафаның өз жағдайына байланысты орыс қызын таңдауы да дұрыс болған шығар. Қалың қазақты әлемге танытқан Мұхтар Әуезов те орыс қызына үйленген. Бірнеше әйел алғанына қарамастан, жазушы отбасылық өмірдің бақытын сезіне алмаған деседі. Оның Райхан, Камила, Валентина есімді 3 әйелі болған. Райханды туыстарының айтуымен алған. Одан Шоқан есімді ұл мен Мұғамила атты қыз дүниеге келеді. Алайда Шоқаны ерте шетінеп кетеді. Арада біраз уақыт өткен соң Мұхтар Әуезов Семейге білім қуып кетеді. Осы жерде Абайдың немересі Камилямен танысады. Араға адамдар салып жүріп, оған да қол жеткізеді. Екеуі қол ұстасып Ленинград қаласына аттанады. Аталған қаланың ауа райы Камиля қызға жақпай қалады. Сөйтіп, ол жалғыз ауылға қайтады. Камиля Мұхтар елге оралмай қойған соң 3 құсадан қайтыс болады. Жақындарының айтуынша, Мұхтар өмірінің соңына дейін әйелінің өлімі үшін өзін кінәлап өткен. Кінәсін жуып шаю үшін марқұм Камилядан Абай жолы арқылы кешірім сұрайды. Камиляның қазасынан кейін орыс қызы Валентинамен көңіл жарастырады. Бірақ бұл жолы да отбасылық өмірдің бақытын сезіне алмай кетеді. Кейін Ілияс Жансүгіровтің жесірі Фатима Ғабитовамен көңіл қосып, Мұрат Әуезов дүниеге келеді. Алаш ардақтысы Әлихан Бөкейханов та орыс қызын жар еткен. Әлихан танушы ғалымдардың зерттеуінше, Әлихан 35-36 жасында үйленген. Ол 1985 жылы Омбы қаласындағы орман шаруашылығы училищесінде жұмысқа тұрады. Сол жерде математика пәнінен сабақ беріп, шәкірт тәрбиелейді. Артынша Степной край газетіне жұмысқа тұрады. Жұмыс барысында саясаткер Яков Севастьяновпен танысып, етене жақын араласады. Кейін әкесінің батасымен оның қызы
Елена Яковнамен бас қосады. Алайда жары дінін сатпай өз дінінде қалады. Балаларының есімін де Сергей мен Елизавета қойып, Әлихан Бөкейхановқа келетін қауіптен қорғаған деседі. Қазақтан шыққан геолог ғалым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик Қаныш Сәтбаев та 2 рет отбасын құрған. Бірінші әйелі Шарипадан Шәмшия Бану Ханиса есімді 2 қыз сүйсе, екінші әйелі Таисиядан Мейіз атты бір қызы бар. Таисия Ивановнамен Томскте оқуда танысқан. Ол да Қаныш Сәтбаев сияқты инженер-геолог, осы саланың кандидаты болған. Екеуінің мамандықтарының бір болуы салдарынан тағдыр бастарын бір арнаға тоғыстырса керек. Еліміздің іргесін қалауда орасан зор еңбек сіңірген Дінмұхаммед Қонаев атамыздың да өмірлік жолдасы Зухра есімді татар қыз болды. Ұрпақ сүймесе де өмірінің соңына дейін бірге өтті. Осыдан Мұхтар Шаханов атамыздың махаббат дегеніміз 2 парасатты пайымды адамның сана биігінде жолығуы, мұндай махаббат тек ұлы тұлғаларда ғана болады деген пікірінің шындыққа жанасатынына көзіміз жетті.